Қайырлы күн, құрметті ханымдар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 1 ас қасық құмшекер, 1 ас қасық дрожж, яғни ашытқымызды салып, үстіне жылы суымызды құйып, бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Енді өзімізге ыңғайлы ыдысқа 2 жұмыртқамызды салып, үстінен 200 грамм қант, 200 грамм жылы сүтімізді құйып, үстінен ерітілген сармайымызды құйып, оның үстінен тағы 200 грамм жылы суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Менде жылқының майы, егер сіздерде жылқының майы болған болса, өз қалауларыңызша жылқының майын қоссаңыздар болады. Дәмі өте ерекше болып келеді. Жылқының майы әрі пайдалы. Егер жылқының майы жоқ болса, онда сармайды ертіп құясыздар. Жақсылап араластырып, енді қамыр илейтін боламыз. Мінекей ашытқымыз дайын. Ең алдымен жаңағы дайын болған массаның үстіне ұнымызды көз мөлшермен сала отырып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ұнды шетінен саласыздар. Ұнымызды салып, үстіне жаңағы дайындап қойған ашытқымызды құямыз. Ашытқымызды құйып, осылай әдемілеп жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды осылай шетінен салып отырасыздар. Екінші қайтара ұн салған кезде ұнның үстінен пищевой сода, яғни ас содасын кішкентай ас қасықпен 1 қасық саламыз. Негізінде осы булочканы жұмсақ қылып тұратын осы ас содасы. Сондықтан міндетті түрде ас содасын қосуды ұмытпаңыздар. Ұнымызды көз мөлшермен осылай шетінен сала отырып, жақсылап иін қандырып илейтін боламыз. Мінекей, осындай жұмсақтықта қамырымызды илеп, дайындап аламыз. Нанымызды дәл осылай иін қандырып, жақсылап илеп аламыз. Иі қанып, дайын болған нанды салафанға орап, 1-2 сағатқа жылы жерге қойып ашытып аламыз нанымызды. Сыртынан қалыңдап орауларыңыз қажет. Ал енді булочкаларымызды формаға келтіреміз. Ол үшін осындай бөліктерге бөліп домалақтап аласыздар алдын ала, және де фигураға келтіріп, өздеріңіз қалаған фигураларыңызға келтіріп жасауларыңызға болады. Менде осындай фигура, осылай ұзынша етіп созып, содан кейін өріп осылай жасасаңыздар болады. Енді фигурасын қалай жасайсыздар, ол өз еріктеріңізде, өз қалауларыңызда, өз фантазияларыңыз бойынша фигурасын, формасын келтіріп жасауларыңызға болады.
Булочкаларымызды формаға келтіріп алғаннан кейін бетін міндетті түрде салафанмен жауып, оның үстінен шүберекпен жауып, кем дегенде 15-20 минутқа қойып қоясыздар. 15-20 минуттан кейін қызып тұрған табамызды майлап, үстіне булочкаларымызды әдемілеп тіземіз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне күнжіт, ақ күнжіт не қара күнжіт және мак себулеріңізге болады. Ол өз талғамдарыңызға байланысты. Содан кейін дайын болған булочкаларымызды 15-20 минут 150-170 градустағы пешімізге салып пісіріп аламыз. Пешті өз ыңғайларыңызға қарай, пештеріңіздің ыңғайына қарай қоясыздар. Мен 170 градуста 20 минут пісірдім. Жиырма минуттан кейін сіздерде осындай сап-сары жұп-жұмсақ булочкаларыңыз дайын болады. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.